Штрафты төлемесең болады, егер де ол саған Каспийден келетін болса. Каспий Голд ол официальный уведомление 14.14-тен извещение сияқты болып есептелмейді. 743 бап бар, КОАПта извещение уведомление деген ол жерде нарочно қолыңызға инспектор берсе, копия протокола берсе, или райгайға шақырып сол жерден алатын болсаңыз, или болмаса өзіңіздің үйіңізге электронный почтамен или почтамен хат ретінде келген жағдайда, сол жағдайда ғана сізді әкімшілік жауапқа тарта алады. Любой кез келген штраф, хоть правонарушение жасама, 743 бап орындалмай ма, норма, процессуальный нормалар барлығы нарушен дейді. 62 бап бар, әкімшілік құқық бұзушылықтың өзінің ескіру мерзімі. Сол бойынша қысқартылады нұсқама. Сіздерге түсіндірем, арыз жазасыз. Штраф қай жерден келеді? Мысалы, Алматы қаласы болса, УАП ДП города Алматы, өзіңіздің данныйыңыз и заявление о прекращении исполнения предписаний административного производства дейді. Бұл жерде міне номер протокола, жаңа Каспийда нұсқама деп тұрады. И қай күні дата. Прошу прекратить следующее предписание об уплате штрафов. Я был привлечен к административной ответственности с момента нарушения прошло более 60 дней. Я не был надлежащим образом уведомлен. 743 бап. И жаңағы СМС келмеді, не келмеді, соның барлығы. И 62 бапқа ссылаться. Срок давности по истечении 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения истекли. Осы бойынша сізден 741 баптың 5 тармағы бойынша әкімшілік хаттама нұсқаманы бұзады. Сотқа берсеңіз, міндетті түрде жеңіп шығасыз. Құрметті достар, осы талап арызын Telegram каналға сала кетем. Сіздер арыз үлгісін алғыларыңыз келетін болса, шаблон деп жазатын болсаңыз, или реакция қалдыратын болсаңыз, сізге дайректен смс келеді, сол жерде ссылка бар, сонда Телеграмға кіресіздер, сол жақтан арыз үлгілерін аласыздар. Сау саламат болыңыздар, құрметті достар, қолдап жүріңіздер. Әрине, сіздерден андайша болатын болса, бізде осындай видеоларды көп шығарып салып тұратын боламыз. Лайк баса кетіңіз.